Сәлем балалар, қазақ тілі 2-ші сынып 21-ші сабақ, тақырыбы дауыссыз П мен Б. П, Б әріптерінің жазылу емлесін білемін, сөйлеу мәдениетін сақтап, диалогке қатысамын. Субхат. Кешке қарай Талап аулаға доп ойнауға шықты. Әжесі қараңғы түскен соң оны іздеді. Талап жоқ, көрші балалардан сұрады, Манаптан сұрады. Талапты көрмедің бе балам? Хайуанаттар бағында жүр, деді Манап. Қарағым-ау, хайуанаттар бағы несі? Манап нақтылай сөйледі. Қорықпа әже, Талап хайуанаттар бағында жүр, күні бойы содан шықпайды. Әжесі сырттай бақылап қараса, Талап кішкене Ақлақпен сөйлесіп тұр екен. Ақлақ, сен нешедесің? Сенің достарың бар ма? Мұны естіген әжесі күліп жіберді. Мәтін мазмұны бойынша балалар бір-біріңе сұрақ қойып, жауап алыңдар. Ал Талап Ақлаққа қандай сұрақтар қойды? Сен нешедесің? Достарың бар ма деген сұрақ қойды. Субхат дегеніміз балалар арнайы сұрақтарға біреуден жауап алу екен. Яғни Ақлақтың айтылуы мен жазылуын салыстыр. Айтылуы Ақлақ, жазылуы Ақлақ. П әрпінен аяқталған сөздерді теріп жазып, П әрпінің астынсыз. Бұл сөздерде П дыбысы қалай айтылып тұрған назар аудар. Мәтіннің ішіндегі Талап, доп, бақылап, сөйлесіп, манап, күліп деген сөздерде жазылды. Сөз соңында Б естілгенімен П әрпі жазылады екен. Мысалы, мектеп, кітап, қап. Оның орнына П, Б әріптерін тиістің қойып сөздерді көшіріп жаз. Әдеп, П, талап, П, добы, Б, қорап, П, жібі, Б. Мақалды оқып жатқа жаз. Талабы жоқ жасыл ұн, жалыны жоқ шоқпен тең. Талап, талабы деген сөздерді салыстырдық. П дыбысының естілгенмен дауысты Ы дыбысы келген кезде П дыбысы Б дыбысына айналады екен. П дыбысына аяқтаған сөзден кейін дауысы дыбыс келсе, мінеки дауысы дыбыс келсе, П дыбысы Б-ға айналады. Кітап, кітабы, тарап, тарабы. Шығармашылық үзіліс. 12-ші жатқызу. Бастырғыны шеш, ол үшін әр қатардан қайталанған әріптерді сызып таста. Шыққан сөзден мақал мәтел құра. Бірінші қатарда 2 Т, 2 С және 2 Қ тұр. Оларды біз алып тастағаннан кейін А дыбысы қалды. Екінші қатарда 2 О, 2 Ц, 2 К екен. Одан қалды Т. Үшінші қатарда 2 Ж-ны алып тастадық, 2 С-ны алып тастадық, және 2 П-ны алып тастағанда ата деген сөз шықты. Ата деген көрген, оқ жанар деген мақал құрастырдық. Балалар, бүгін біз П мен Б дыбысын ажыратуды жаттығулар арқылы орындадық. Осымен сабағымыз аяқталды.